Мәскеу қаласындағы дөң зираты Донское кладбище деп аталады. 16 ғасырда негізі қаланған шіркеу, бірте-бірте кейін оның айналасына елдер кісілерді әкеп жерлей бастаған екен. Міне осы зиратқа 30-шы, 40-шы, 50-шы жылдардағы саяси тұтқындарды әкеп атылған, қайтыс болған кісілердің барлығын әкеп бір шұңқырға бірнеше жүздеген адамменен бірге барлығын жерлеген екен. Міне біздің осы Әлихан Бөкейханов атамыз бен Нығмет Нұрмақов атамыз осы жерде жерленген деген оқығанбыз, естігенбіз. Сол кісілердің басын зиярат етіп келген бетім, кеше келген кезде таппай кеткем, администрация жоқ болды сұрайтын кезде. Бүгін міне келіп администраторлардан сұрап, қай жерде екенін айтты, соны келіп іздеп шамалап айтқандары бойынша міне тауып отырмын. Айтуларынша осы жақта деді общая могила. Міне осы ғой деймін. Таптым. Таптым атамызды.